Zaten ben bunun başından hep bağırarak yapıyorum. Vay malı da senin ay. Al ayda ешқандай таппақ жатады. Болат бай қымыз. Қымышкен адамның көңілі жай табады. Қымышкен адамдар ойланады. Қымызды байлағы да ойлап тұрған. Қазағыма бүкіл ғалам таң қалады. Ал жарасын, жақсы тақпақ екен айтылған қымыз жайлы. Қымыз адамға өте пайдалы. Неше түрлі дертке дауа қымыз деген. Қымыз шөлдесең сусын болады. Неше түрлі шөпті жегеннен кейін бейіліп содан әдемі дәрумен болып саумал қымыз ала аламыз. Денсаулығына пайдасы зор қымыздың саумалының. Папа, қымызды қалай жасайды? Қымызды ананың жасағанынан көреміз. Қымызды бірінші биені сауады анам. Содан кейін күбіні ыстаған күбіге саумалды құйып қымыз қылады, оны пісіреді. Анашым, бұл неге қажет? Балам, бұның аты киік оты деп аталады. Оны біз қымызға әдемі дәм беру үшін күбіні осылай ыстаймыз. Киік отымен осылай ыстаймыз қымызды. Қымызымыз дайын болды. Әнекей енді осы қымызды апаң мен атаңа дәм ауыстырайық. Көршісі. Міне, анамның ыстаған қымызы.